Саламатсыздар ма? Бүгін бірінші күн supa.ru сайтымен жұмыс жасаймыз. Бұл сайт Canvaға өте ұқсас. Мінекей қараңыздар, мынандай әртүрлі форматта мультисылкалар, болмаса рекламаға, инстаграмға, пост, сторис жасауға, әртүрлі идеялар алуға болатын сайт. Мінекей бірінші біз идеялар тұрған сайтына кірейік. supa.ru ideas деген сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін мінекей қараңыздар, әртүрлі идеялар хэштегпен берілген. Өзіңізге қажетті идеяны таңдап аласыздар. Бұны телефонмен де, компьютермен де кіріп жасауға болады. Мысалы, wow контент дегенді көрейін. Перейдік шаблонын деп басамыз. Сонымен қатар бұнда ақылы тарифтер де бар. Тегін тарифтерде жұмыс жасауға болады. Мінекей мұнда астында осындай кубик тұр. Бұл ақылы деген сөз. Мынандай кубик жоқ екен, осыны ашып көрейік. Тегін тарифпен де жұмыс жасай беруге болады. Мінекей кірдік. Телефоннан да кіргенде кішкене басқаша болады. Өзгерту керек текстті басасыздар. Сол жердегі тексттерді өзгертіп шығамыз. Мысалы, сәлем, қалайсың деп жазайын. Мінекей астында play тұр, осы playмен қалай жүретін барлығын көре аласыздар. Яғни бізге бұл тегін анимация түріндегі алынған идеямыз. Біткеннен кейін мінекей астынан шрифтін барлығын өзгертіп шығасыздар. Басқа да шаблондар, объекттер қосуға болады. Сол жақ терістен енді мына жерде скачать деген батырманы басасыздар. Видео деп басамыз. Создаем mp4 деп тұр. Бұл файл сақталғаннан кейін астында supa.ru деген сайт тұрады. Сол сайтты бір стикермен жауып қойсаңыздар болады. Болса былай кішігірім астынан қырқып алып стористерге, басқа да файлдарға, басқа да желілерге салсаңыздар болады. Мінекей скачать файл басамыз. Мінекей файлымыз жүктелді. Мінекей астында supa, сделано в supa деп тұр. Бұны астынан кішігірім кесіп алсаңыздар, тым білінбей қалады. Мінекей бүгінге осы идея сайтына кіріп, өзіңізге ұнаған шаблонмен жұмыс жасап көріңіздер.